IT мектеп лицейінің 7-ші сынып оқушылары. Биылғы оқу жылынан бастап сіздер география пәнін оқуды бастайсыздар. Менің аты-жөнім Хусейнова Нурмин Касеновна болады. Менің байланыс телефондарымды экранда көріп отырсыздар. Пән бойынша сұрақтарыңыз болса, қосымша WhatsApp желісіне шыға аласыздар. Ең алдымен сіздерді осы бірінші тоқсаннан бастап жұмыс тәртібімен таныстырып кетейін. Негізінен біз осы Classroom платформасы арқылы жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге әртүрлі материалдар және видео ссылкалар беріп отырамын. Сол арқылы сіздер тақырыппен таныс боласыздар. Егер тақырып қиын болып жатса, немесе қосымша сұрақтар пайда болып жатса, біз Zoom платформасы арқылы байланысқа шығып отырамыз. Ол туралы сіздерге алдын ала кураторлар ескертетін болады. Ең алғашқы сабағымыздың тақырыбы бізде географияның зерттеу нысандары деп аталады. Яғни бүгінгі сабақта біз география пәнін нені зерттейді, оның салалары қандай деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сабағымыздың оқу мақсаты мынадай: географияның зерттеу нысандарын атау. Яғни соған сәйкес сіздер мынадай критерийлер бойынша бағаланатын боласыздар. География ғылымына жалпы сипаттама береді, географияның зерттеу нысандарын танып біледі, географиялық нысандарды зерттеу маңыздылығын түсіндіреді деген бағалау критерийлері бар. Жалпы сіздер бұрынырақта география туралы түсініктерін қалыптасқан болатын. Ол туралы сіздер жаратылыстану пәнінде де кіріспе ретінде таныстыңыздар. Жалпы география не туралы ғылым? География жер беті табиғаты, жануарлар дүниесі, халықтар мен олардың шаруашылық әрекеттері туралы ғылым. Соған байланысты география екі салаға бөлінеді. Біріншісі ол физикалық география, екіншісі әлеуметтік экономикалық география. Енді осы жерде мұқият назар аударайық. Физикалық география және әлеуметтік географияның қандай айырмашылықтары бар? Физикалық география ол табиғат нысандары, құбылыстар туралы ғылым, яғни тау, өзен, жаңбыр, бұлт, тағы да басқа табиғат құбылыстар, табиғат нысандарын осы физикалық география зерттейді. Ал әлеуметтік география ол адам өміріне байланысты салаларды зерттейді. Оған мысалға көлік, шаруашылық, халық саны, саясат сияқты салалар жатады. Жалпы география ғылымының зерттеу нысандарын қарастыра келе екі топқа жіктеуге болады. Геосфера, яғни ол жердің сфералары. Оны сіздер білесіздер. Және геожүйелер, оған не жатады? Ландшафт, табиғат аймақтар, шаруашылық сияқты зерттеу нысандар жатады. Сіздердің алдарыңызда мынадай 7-ші сыныптың география оқулығы бар, авторлары Руслан Қартабанов. Осы оқулықтың бірінші параграфын мәтініне танысып, сіздер қандай сұрақтарға жауап аласыздар. Географияның басты объектісі не? Яғни географияның басты зерттеу объектісі ол жер. География ғылымы дегеніміз не және ол нені зерттейді? Жаңа жоғарыда айтып кеттік, география жер туралы ғылым, яғни ол жердің табиғатын, тіршілік дүниесін, халқын, шаруашылығын, тағы да басқа салаларын зерттейді. География ғылымы не үшін қажет? Жалпы география барлық ғылымдармен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Географияның сіздер білесіздер ең басты құралы ол карта, яғни карта арқылы біз нені зерттейміз? Табиғатты, жануарлар мен жаңа өсімдіктер дүниесін, елдерді, олардың орналасуын, халқын, шаруашылығын, тағы да басқа салаларын зерттейміз. Пәннің ерекшелігі неде деп ойлайсыздар? География пәнінің жалпы бірнеше ерекшеліктері бар. Ол біріншіден көптеген салалармен, көптеген пәндермен тығыз байланысты, математикамен де байланысты, биологиямен де байланысты, тарихпен де байланысты, тағы да басқа ғылым салаларымен тығыз байланысты. Және де оның пәннің ерекшелігі практикалық, бізде тапсырмалар көп болады. Картамен жұмыс, тағы сызбалармен жұмыс көп болады. Және де география ғылымы әр адамның өмірінде маңызды рөл атқарады. Сіздер карта арқылы бағдарланып белгілі үйдің немесе мекен жайын анықтау арқылы сіздер осы географиямен байланыс жасайсыздар. Өзінің тұратын қаланың, елдің орнын табу, табиғатын зерттеу, ауа райын зерттеу осы география ғылымымен тығыз байланысты. Қазір сіздер мынадай тапсырма:
оқулықтың бірінші параграфын танысып шығасыздар, және де дәптерге география ғылымының нысандары деген кластер құруларыңыз қажет. Яғни ортада географияның зерттеу нысандарын беріп жатасыздар, жан жаққа тармақтар жіберіп, содан география қандай объекттерді зерттейді. Мынау кітаптарымызда мындай мына жерде суреттер бар. Климатты зерттейді, топырақты зерттейді, тағы да басқа кітаптың мазмұнына толық қарайсыздар. Содан кейін осы видео салынған YouTube каналына сабақ бойынша өз пікірлеріңізді жазуға болады. Нені үйрендім, нені білдім, және нені білгім келеді. Сұрақтарыңыз болса, Classroom платформасы арқылы немесе WhatsApp-та байланысқа шығамыз. Сәттілік, сау болыңыздар.